Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Былтырғы облыстық олимпиадада 9-шы сыныптың бір есебін қарастырайық. Бұл есепті қарастырмастан бұрын мына нәрсеге назар аударайық. Бізде есептің шарты қате берілген. Біріншіден қате берілген себебі бізде бүтін сандар деп жазылған. Яғни бүтін сандар олар теріс санда болуы мүмкін, олар 0 болуы да мүмкін. Бізде а мен б 0-ге тең болмайды. Мына есептің шартын көріп отырсыздар. Себебі мына жерде бөлімінде тұр, а мен б бөлімінде тұр, олар 0-ге тең болмайды. Мынандай вариант болуы мүмкін ба? Мысалы, а 0-ден үлкен, біреуі 0-ден үлкен, ал біреуі 0-ден кіші. Ондай вариант ол да болмайды, себебі бізде мысалы а 0-ден үлкен болса, б 0-ден кіші болса, онда мына түбірасындағы өрнек теріс болып қалады. Яғни, бұл жерде қандай нұсқа шығады? Онда олар оң болу керек деген сөз. Ал егер олар оң болса, әрі бүтін болса, онда егер мына өрнекті түрлендіретін болсақ, 20а квадрат, азайту 20а деп жазсақ, қосылған 21b квадрат, азайту 21b деп жазсақ, тең 0, онда егер 20а-ны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, а азайту 1 қосылған 21b-ны жақшаның сыртына шығарсақ, яғни b азайту 1 тең 0 деген шығады. Біз көріп отырмыз, біреу оң, біреу теріс боламайды. Мысалы, а оң сан болса, б теріс сан болса. Ол нұсқа бізде келмейді, себебі оны айтып өткеніміздей түбірінің астындағы өрнек теріс болып қалады. Яғни екеуі де оң болу керек. Екеуі де оң немесе екеуі де теріс. Екеуі де теріс бола алмайды, себебі мысалы а теріс сан болса, онда мынау 0-ден кіші болады мынау өрнек. А теріс сан болса, теріс бүтін сан болса егер, және мынау да 0-ден кіші болады. Онда қосындысы 0 болмайды. Онда жалғыз ғана нұсқа екеуі де оң сан болса, онда жалғыз ғана нұсқа а тең 1, б тең 1. Басқа жағдайда олардың қосындысы 0-ге тең боламайды. Сонда егер жауабына 1-ден қоя салсақ, онда 1 бөлінген түбір астында 41 болады ма жерде? Және 1 бөлінген түбір асты 41. Яғни 2 бөлінген түбір асты 41. Жалғыз ғана жауап шығады, ең кіші мәні осы болады. Ең кіші мәні ғана емес, жалғыз мәні. Негізі жауабы 2 бөлінген түбір асты 41 шығады. Бірақ егер бұл жауапты осындай шартпен жазатын болсаңыздар, сіздерге 7 балл беру керек негізінде. Бірақ орысшасында оң сандар деп жазылып тұр. Және жаңа нұсқасын мен көрген кезде ол жерде бүтін деген сөз жоқ. Мен бұның барлығын айтып отқан себебім, есептің шартында қателік кетсе, ол сол есепті құрастырушылардың қателігі. Өкінішке орай бізде осы қазақ тілінде шарттарында осындай қателер жиі кездесіп тұрады. Егер олимпиадада осындай жағдай болып қалса, міндетті түрде апелляцияға баруымыз керек, яғни есептің шартында қате болмау керек. Өкінішке орай бізде есептерді орыс тілінен қазақ тіліне аударады. Енді қазақтан орыс тіліне аударатын, қазақ тілінен орыс тіліне аударатын заманға жеткен жоқпыз әлі. Жарайды. Енді мен бұның барлығын түсіндіріп кетіп айтып отырмын. Әрине есеп бұлай шықпайды, өте оңай жолмен. Бұны шығару жолы басқаша. Себебі есептің шартында бұл сандар бізде бүтін болу міндетті емес, және олар оң сан деп айтылған. Негізгі есептің дұрыс шартында. Тек кейде олимпиадада осындай қателіктер болады. Енді мен нақты олимпиадада есептің шарты қалай берілгенін білмеймін, бірақ Матол KZ сайтында осындай есептің шарты дәл осындай күйде берілген. Ол әрине қате, яғни облыстық олимпиадада бұндай өте оңай есеп берілмейді. Сонымен бізде қандай қателік болды, соны түзеп қояйық мына жерде. Яғни олар бүтін болу міндетті емес. Бүтін бола алады, ол жеке жағдай. Яғни а тең 1, б тең 1 болған жағдай, ол жеке жағдай. Олар оң сан болу керек. Кез келген оң сандар бүтін болу міндетті емес. Бүтін бола алады әрине, бірақ міндетті емес. Яғни осындай жалпы жағдайда бұл теңсіздікті дәлелдеу керек. Мынау өрнектің ең кіші мәнін табу керек бізге. Сонымен есептің шығарылуына көшейік. Сонымен бізде 20а квадрат қосу 21b квадрат тең 20а қосу 21b деген теңдік берілген. Қандай да бір а, б оң сандар үшін. Бізге түбір астында а бөлінген б 20а қосу 21 және түбір астында б
бөлінген а көбейту 20 қосу 21b. Осы қосындының ең кіші мәнін табыңыз дейді. Так, бұл қосындының ең кіші мәнін табу үшін біз не істейміз? Каши теңсіздігін қолданайық, яғни арифметикалық орта мен геометриялық орта арасындағы теңсіздікті пайдаланайық, яғни x так, яғни x қосылған y. Так, геометриялық ортаны жазайық бірінші. Так, екі оң санның геометриялық ортасы, мысалы x пен y оң сандар берілсе, онда түбір асты x, y кіші немесе тең болады x қосылған y бөлінген 2. Түсінікті, иә? Түбір асты x, y. Так, мынау өрнекті мен x деп алам, бірінші қосылғышты. Мынау бірінші қосылғышты мен x деп алам, екінші қосылғышты y деп алам. Яғни бізде a тең ол x қосу y деген сөз. Енді осыған мен осы теңсіздікті қолданам. Яғни так, түбір астында a бөлінген b 20a қосылған 21. Так, бұл бізде x, е? Көбейтілген y. Так, түбірді жалпы шығарып қоям жақша сыртына. Түбір асты a 20 қосылған 21b деп жазам. Так, мынау бізде түбірдің астында тұр. Мынау бізде түбірдің астында тұр. Және жалпы барлығы түбірдің астында, осылай деп жазып қояйын. Бұл бізде кіші немесе тең болады осы сан бөлінген 2. Так. Осы сан бөлінген 2. Так, мәнін есептеп алайық бірінші. Онда бізде 4-ші дәрежелі түбір шығады ғой. 4-ші дәрежелі түбір шығады. Ол жерде а, б болады. Алымында, бөлімінде а, б. Мына жерде 20, так, жақшаны жауып қойын. 20a қосылған 21 және 20 қосылған 21b. Так, АБ мен АБ қысқарады, сонда бізде мынандай өрнек шығады. Так, 1 бөлінген 4-ші дәрежелі түбірдің астында 20a қосылған 21 және 20 қосылған 21b. Так, осының барлығы бізде түбірдің астында тұр. Так, бізге бұл кіші немесе тең. Бұл кіші немесе тең адан, е? Бұл кіші немесе тең а бөлінген 2-ден. Яғни x плюс y бөлінген 2-ден, е? X плюс y дегеніміз ол а бізде. Так, енді бізге мынау а деген өрнектің ең үлкен мәнін табу керек, ең кіші мәнін табу керек. Так, бұл жерде а сонда үлкен немесе тең болады. Мынау 2-ні мен мына жерге 1-ге көбейтіп жіберем. Сонда 2 бөлінген 4-ші дәрежелі түбірдің астында мынау өрнек 20a қосылған 21. Көбейту 20 қосылған 21b. Так. Осы өрнектің бізге аның ең кіші мәнін табу үшін бізге мынау бөлшектің бөліміндегі ең үлкен мәнді табу керек. Сонымен бізге 20a қосу 21 көбейту 20 қосу 21b-ның ең үлкен мәнін тапсақ, біз мынау бөлшектің ең кіші мәнін табамыз. Ол түсінікті, е? Так, енді ары қарай бізге осы өрнекті, так, мен осы өрнекті b деп белгілеп қояйын. Сонда b дегеніміз бізде 20a қосылған 21 болсын. Көбейту 20 қосылған 21b. Осы b деген өрнектің бізге ең үлкен мәнін табу керек. Ол үшін есептің шартын біз пайдалануымыз керек, теңдікті. Және осының ең үлкен мәнін анықтау керек. Ол үшін біз келесі теңсіздікті қолданамыз. Так, ол теңсіздік бізде Каши-Буняковский теңсіздігі деп аталады. Шетелдік әдебиетте Каши-Шварц теңсіздігі деп айтады. Жалпы түрде қазіргі әдебиетте Каши-Буняковский-Шварц деп біріктіріп айтады. Шварц теңсіздігі. Так, мен бірінші осы теңсіздікті мен түсіндіріп өтейін сіздерге. Теңсіздігі. Так, қысқаша КБШ деп жазады кейде. КБШ. Каши-Буняковский-Шварц. Так, бұл қандай теңсіздік?
Мысал үшін бізге екі вектор берілсе, егер мысалы А деген вектор және Б деген вектор. А векторының координаталары мысалы А1, А2 болсын. Б векторының координаталары Б1, Б2 болсын. Онда осы екі вектордың скаляр көбейтіндісі неге тең? Екі вектордың скаляр көбейтіндісі ол осы векторлардың ұзындықтары, яғни модульдері. Және олардың арасындағы бұрыштың косинусы, иә? Так, бұны барлығымыз білеміз. Жоғары сыныптың оқушылар барлығы білу керек. Так, А векторының ұзындығы неге тең? Ол сәйкес координаталарының квадраттарының қосындысы, түбірасты, иә, яғни түбірасты А1 квадрат, А2 квадрат, ал Б векторы дегеніміз ол түбірастында Б1 квадрат, қосылған Б2 квадрат. Сонда егер біз орнына апарып қоятын болсақ, векторлардың тағы координаталар арқылы көбейтіндісін жазатын болсақ, так, оны былай деп жазуға болады. Сонда А1 көбейту Б1, А2 көбейту Б2. Бұл векторлық жазылуы. Координаталар арқылы жазылу. Сонда бізде орнына апарып қоятын болсақ, бізде мынандай теңсіздік пайда болады. Қарайық. Яғни А1 Б1 қосылған А2 Б2. Так, модулін алып жазып қояйық. Ол тең болады түбірасты А1 квадрат қосу А2 квадрат. Көбейту түбірасты Б1 квадрат көбейту қосу Б2-нің квадраты. Көбейтілген косинус фи. Ал косинус фи бізде модулі бірден кіші немесе тең болғандықтан, онда бұл сәйкесінше А1 квадрат А2 квадрат көбейту Б1 квадрат Б2 квадраттан кіші болады. Түсінікті, яғни егер квадраттап жіберетін болсақ, мына бөлігін және мына бөлігін квадраттап жіберсек, бізде мынандай теңсіздік шығады сонда. А1 Б1 А2 Б2 осының квадраты кіші немесе тең, яғни А1 квадрат қосылған А2 квадрат көбейту Б1 квадрат қосылған Б2 квадрат. Осы теңсіздік Каши-Буньяковский теңсіздігі деп аталады. Яғни бұл n тең 2 үшін, яғни 2 вектор үшін. Жалпы n өлшемді сызықтық кеңістік деп айтады, сызықтық алгебрада. Ол жерде 3 вектор үшін, 4 вектор үшін кез-келген n үшін теңсіздік, бұл теңсіздік орындалады. Так, бұл теңсіздік Каши-Буньяковский Шварц теңсіздігі деп аталады. Бұл олимпиадаларда теңсіздіктер дәлелдеуде, максимум, минимум мәндерін табуда және басқа есептерде өте көп қолданылатын өте белгілі теорема теңсіздік, және бұны білу керек. Енді облыстық, аудандық олимпиада деңгейінде оны міндетті түрде білу керек деп ойлаймын әр оқушы. Так, қазір біз осы теңсіздігімізді пайдаланамыз. Ол үшін біз келесі векторларды қарастыруымыз қажет. Так, бізде есептің шарты бойынша қандай теңдік берілген? Тағы бір қарап алайық. Есептің шарты бойынша бізде мынандай теңдік берілген, 20а квадрат, так, мына жерге жазып қояйық, 20а квадрат қосу 21б квадрат тең 20а қосу 21б деген теңдік берілген. Қазір осы теңдікті біз пайдаланамыз. Яғни шартын жазып қояйық қайтадан. 20а квадрат, так, 20а квадрат қосылған 21б квадрат тең болады 20а қосылған 21б. Бұл есептің шарты бойынша бізде бұл теңдік берілген. Енді мынандай екі векторды қарастырайық. Так, А мен Б демей қойын, басқа әріппен белгілейін. Мысал үшін P және Q деген осында екі векторды қарастырайық. Так, P векторының координаталарын түбірасты 20 және түбірасты 21 деп алайық. Ал Q векторының координаталарын А түбірасты 20, Б түбірасты 21 деп алайық. Енді осыған Каши-Буньяковский Шварц теңсіздігін қолданамыз, яғни мынау теңсіздікті. Яғни А1 Б1, А2 Б2 квадраттары. Так, сонда бұл жерде не шығады бізде? Бірінші жақшада бізде түбірасты 20-ның квадраты қосылған түбірасты 21-дің квадраты. Екінші жақшада А түбірасты 20-ның квадраты қосылған Б түбірасты 21-дің квадраты. Так, жақшаны жабамыз, екінші жақшаны.
Бұл үлкен немесе тең болады А1, Б1, яғни мына екеуінің көбейтіндісі, және А2, Б2, мына екеуінің көбейтіндісі. Яғни А1, Б1 деген ол 20А болады. Түбірасты 20-ға түбірасты 20-ны көбейтсек 20 болады. Мына жерде 21Б болады, осының квадраты. Так, мынау бізде неге тең болып тұр? Бұл 41-ге тең, 20 түбірас 20-ның квадраты 20, түбірас 21-ның квадраты 21-ге, яғни 41 көбейтілген 20А квадрат қосу 21Б квадрат үлкен немесе тең 20А қосылған 21Б-ның квадраты деген шығады, осындай өрнек шығады. Так, бізде осындай өрнек шықты. Енді енді мына жерде қысқартып жібереміз ғой. Кішкене шатасып кеттім. Міне, есептің шартында 20А квадрат қосу 21Б квадрат тең 20А қосу 21Б деп жазылып тұр ғой. Яғни олар тең. Онда біз бұлайынан қысқартып жіберсек, және мынау дәрежесін қысқартып жіберсек, онда бізде 20А қосылған 21Б 41-ден кіші немесе тең деген шығады. Кіші немесе тең деген өрнек шығады. Так, сонымен бізге нені бағалау қажет болған? Естеріңізге түсіріп өтейік. Мына жерде бізде мынау Б деген санды бағалау қажет болған, Так, бізде мынау Б деген өрнекті бағалау қажет болған. 20А қосу 21 және 20 қосу 21Б. Так, соны жазайық қайтадан. Б бізде 20А қосылған 21 және 20 қосылған 21Б. Осыны бағалау қажет болған. Так, қайтадан егер арифметикалық орта, геометриялық орта арасындағы теңсіздікті пайдаланатын болсақ, сонда x, y кіші немесе тең x квадрат қосылған, так, түбірасты деп алайық мына жерде, түбірасты x, y, онда ол x плюс y бөлінген 2. Немесе бұлай деп жазуға болады. Квадраттап жіберсек, онда x, y кіші немесе тең арифметикалық ортаның квадраты x плюс y-дің квадраты, екі жағын квадраттап жібердік. Сонда мынаны біз егер x деп қарастыратын болсақ, бірінші жақшаны, екінші жақшаны y деп қарастыратын болсақ, онда бұл кіші немесе тең болады осының қосындысының квадратынан, яғни олардың қосындысының квадратына 20А қосу 21 плюс 20 қосу 21Б бөлінген 2 және соның квадраты. Так, мына жерде көріп отырмыз, 21 қосу 20 ол 41-ге тең ғой. Ол 41-ге тең. Енді қарайық, 20А қосу 21Б ол 41-ден кіші немесе тең екенін біз дәлелдедік. Яғни, мынау 20А, оған 21Б-ні қоссақ, ол қосынды 41-ден кіші болады. Яғни, егер мен оның орнына 41 жазсам, біздің теңсіздік өседі. Яғни, 41 қосылған 41 бөлінген 2. Осының квадратынан кіші. Так, 41 ол 41 болады, просто 41-дің квадраты. Яғни, бізде мынау Б деген сан, мынау Б дегеніміз, ол 41-дің квадратынан кіші деген сөз. Б бізде кіші немесе тең 41-дің квадраты. Ал бізге 4-ші дәрежелі түбірдің астындағы Б-ні табу керек болып тұр, мына жерде Б 4-ші дәрежелі түбірдің астында тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Осының бізге максимум мәнін табу керек. Оның максимум мәні сонда түбірасты 41 болып тұр. Яғни Б 4-ші дәрежелі түбір алатын болсақ, ол кіші немесе тең болады 4-ші дәрежелі түбірдің астындағы 41-дің квадраты, ол түбірасты 41-ге тең. Яғни Б кіші немесе тең түбірасты 41. Демек, Б-ның максимум мәні, мына жерге жазып қояйын, Б-ның максимум мәні ол түбірастында 41 деген сөз. Демек, осымен біздің есебіміз шықты. Так, сонда А үлкен немесе тең болады 2 бөлінген түбірастында 41. Үлкен немесе тең, яғни А-ның ең кіші мәні, мына жерге былай деп жазып қояйық, А-ның минимум мәні ол 2 бөлінген түбірастында 41. Так, әрине бұл теңсіздіктерді білмейтін бірінші рет көріп отқан оқушылар үшін есеп күрделі болып көрінуі мүмкін. Енді
аудандық олимпиада болғаннан кейін ол жерде әрине оңай есептер болмайды. Бұл теңсіздіктерді пайдаланып шығару үшін, пайдалана білу үшін көптеген жаттығулар жасау керек, көптеген есептер шығару керек алдын ала. Yani бірден облыстық олимпиадаға ешкім бара салмайды. Бірақ бұл видеодан да сіздерге біраз пайдасы тиді деп ойлаймын. Және осындай күрделі есептерді шығаруға ары қарай бір көмекші болады деп үміттенемін. Так, тыңдағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.